өзіңіздің мамандығыңызды, яғни өнер жолын үш сөзбен бізге суреттеп берсеңіз. Өнер адамның жан дүниесі. Солақай болған. Енді сондай болып қалды, солақайын көрместен. Арқалап жұртам армысың, төрт көзің түгіл бармысың? Көрмегені көп болды, сағынып жүріп қалды шалам. Сендер дау жырлап өтейін кеткенше бойдан әлшін. Жалпы шығармашылық кештеріңіздің басқа қалаларда болып жүргенін білеміз. Бұның себебі неде? Неге Ордадан бөлек сіз шығармашылық кеш беріп жүрсіз? Енді Орда тобында 15 жылдық тәжірибеміз бар, Құдайға шүкір. Жалпы енді Орда тобының ең алғаш қадамынан бастайтын болсақ, онда 17 жыл бар. Енді 17 жыл жинап келген тәжірибемізді жалғыз Орданың қабырғасында көрсете бермей, неге өз бетімізбен де көрсетпеске? Өйткені өзіміздің де бойымызда бір өнеріміз бар. Сол өнерімізді көрерменімізге паш етсек па деп ойлаймын. Жалпы Орда тобы ешқашанда бір домбырамен халық әндерін нақыштап айтқанын көрген емессіздер. Мүмкін де көрмеуіңіз де мүмкін. Өйткені ал енді өзімнің ішімде кішкене былай қазақи бір өнер жатқаннан кейін соны халықпен бөліскім келді. Жалпы ол ғана емес, енді басқа енді енді жылынып тұрған сәттерің бар, сахнада бір жанып тұрған сәттерің бар. Соны мүмкін артықтау көретін азаматтар бар шығар. Соны жалғыз тек қана өзімнің тұла бойымда көрсе екен деген мақсатпен, сол арманмен, және де енді жеке шығып өнер көрсетуге де уақыт келді, сондықтан да сол шығармашылығымызбен жүрміз.